Көшпелі алтын. Ғылыми-фантастикалық әңгіме. Авторы Талап Сұлтанбеков. Таудағы от. Арқарлы тауының қия жартасы бір төсінде, шырқау биікте арқардың бір шағын үйірі түнеп жатыр еді. Тау тағылары жатқан кішігірім алаңның бір жағы тік шаншылған құз да, екінші жағы кеудесі аспанмен астасқан ақ сәлделі шың. Сәлденің жырымдалып, сүрленіп, кебірсіп жатқанына қарағанда, көктемнің жылы лебі шың төсінде еркін шарпи бастағанын көруге болады. Жаңа аяқтанған қозларын бауырына алып 4-5 аналық арқар күйіс қайырып бейхабар тұрған. Олар секемалар нәрсе бұл маңда жоқ сияқты. 20 қадамдай жерде шың бауырына тығыла, биік жартас үстінде бейне бір тас мүсін сақшы құлжа тұр. Сырт қарағанда тастан өсіп шыққан ақ мүйізді, өр кеуделі сақшыны жансыз ба деп те қалуға болар еді. Төңірек тым-тырыс, тымырсық. Тау төсін аймалар таңғы самалда ұйқыда. Тек қана бұл өңірді бетке алып, баяу жылжып келе жатқан қою қара бұлт шың кеудесін құшып, айқара торлап алыпты. Оның қою шүйкесін жырта әредік-әредік от қамшы найзағай көрініп қалады. Бір кезде сақшы селт ете қалды. Оның алдыңғы аяғы сықыр етіп, екі құлағы елең ете түсті. Тасты тарпып, осқырып жіберіп еді, тыныш жатқан үйір қалың арша арасындағы жалғыз аяқ жолмен шыңды өрлеп жосып берді. Бірақ сақшы кешікпей, тоқта дегендей белгі берді. Үйір ошарылып қалды. Еңісте тау бұлағы сылдырап ағып жатқан бүлдіргенді сайды өрлеп, жерден сәл-пәл көтеріле, толықсып, балқып, бір от кетіп бара жатты. Арқар аяқ астынан пайда болып, біртіндеп алыстап кеткен отқа біраз қарап тұрды да, қатты пысқырынып алып, қайтадан тыныштық белгісін берді. Сәмен тау ішіндегі малшағасының үйіне қонаққа барғанды. Сапқоз орталығынан 30 шақырымдай жердегі мал отарына ол сенбі күні келіп, оқудан қалмас үшін совхозға дүйсенбі күні таңғы сағат 5-те шығып кеткен. Астында жүрдек торайғыр, асығыс келеді. Сәмен Шымбұлақ сайынан жортып өте бергенде, кенет астындағы торы осқырынып жалт берді. Аяқ астынан үріккен аттың жалын құшып қалған ол әнтек құламай қалды. Тізгінді күшпен тартып торыны әзер тоқтатып, артына бұрылғанда тұла бойы түршігіп, шошып кетті. Қараса сайды құлдилай, жал-жылт етіп бір от келе жатыр екен. Үлкендігі аттың басындай, балқыған қызғылт сары. Жер бетінен 1 метрде ешбір сүйеусіз, ешкімнің көтеруінсіз қалықтап жүріп келеді. Жол жөнекей ұшқын ұшып түсіп жатыр. Бұл не деген керемет? Сәмен аузын ашып аңқиып тұр. Қозғалуға дәрмен жоқ. Торы құлағын қайшылап, жер тарпып шегіне берді. Сәменнің ойына бір кезде атасынан ескі аңыз есіне түсті. Көшпелі алтын. Бұл көшпелі алтын ғой. Ол ой түкпірін қазбалап, есіне аңызды түсіре берді. Бір кедей жігіт болған екен. Ол түнде ұйықтап жатса, үйіне көшпелі алтын кіріпті. Ол жалмажан орнынан тұрып, алтынды қумақ болады. Сөйтсе, алтын аяғын сатыр-сұтыр басып, кірген есігінен қайта шығып кетіпті. Жігіт артынан қуа шығады. Алтын жайлап жүріп отырып, үй артына кетеді. Жігіт жан қалтасынан кездігін алады да, шынашағын тіліп жіберіп кетіп бара жатқан алтынның үстіне бір тамшы қан тамызады. Сөйтсе, алтын сатыр-сатыр етіп, жарылыпты да жерге сіңіп кетіпті. Жігіт үйден күрек әкеліп, жалмажан жаңағы жерді қаза бастайды. Белуардан қазғаннан кейін бір қоңыр тасқа паналаған ат басындай алтын көріпті. Соншама мол қазынаға кенелген жігіт содан кейін байып кеткен екен, дейді аңыз. Не істеу керек? Аңыздағы сияқты қуайын ба, әлде қайда барады екен деп бақылайын ба? Осы екі сұрақ Сәменді не ары, не бері жібермей арпалыстырып тұр. Бірақ ғажайып көрініс оны күтпеді. Алтын сайды құлдилап келді де, суға еңкейе құлап тұрған жақпар тасты айнала беріп,
ғайып болды. Сәмен көп аялдамады. Алтын қонған жерді белгіледі де қызыл арайланып келе жатқан таңды бетке алып ауылына тарта жөнелді. Бір қызығы ол алтын ел аузында аңыз болған Шайтантау жақтан шығып еді. Сәмен көшпелі алтын көріпті деген хабар Қоскөл орта мектебінің оқушыларын түгел дүрліктірді. Балалар тұрмақ, мұғалімдер де таң қалды. Сәменнің көргені не болды екен бұл? Әлде бір ғажап құбылыс па, елес пе? Қорыққанға қос көрінген ғой, Сәмен өтірік айтады, десті кейбіреулер. Хабар ауыл адамдарына да тарады. Көшпелі алтын туралы аңыз қайтадан жаңғырып, үй-үйді кезе бастады. Әркім әр саққа жүгіртіп айтты. Жарықтық кісі көзінен ұялады деуші еді. Оны мыңнан біреу ғана басына бақыт қонатын адам ғана көреді екен. Сірә ақшал ұстаның баласы бақытты болар, десті қариялар. Кейбір діни адамдар ол көрінген шайтанның оты, қайта Сәмен аман қалған ғой, десіп те қалды. Әуелі Сәменді көргендердің ішінен алтынның қалай көшетіндігін түсіндірмек болғандар да табылды. Олардың айтуынша, алтын жердің үстімен емес, астымен көшеді екен. Ал жер бетінен көрінген алтынның нұры мен сәулесі, яғни буы ғана десті. Алтынды сәуле жоғалысымен қазу керек, күн аралатуға болмайды. Ол бір орында көп жатпайды, көшіп кетеді, деп те соқты. Сәмен жасынан зерек, сезімтал бала еді. Ол ғылыми көпшілік журналдар мен кітаптарды күніге оқып жүретін. Бірақ өз көзімен көрген бұл жұмбақ құбылыстың сырын бас қатырып қанша ойлағанмен шеше алмады. Оның шын алтын екеніне сене де алмады. Жердің астымен болсын, үстімен болсын, әйтеуір алтынның көшуі жай алып қашты аңыз ертегі сияқты. Алтын көшті деген не сұмдық? Мүмкін емес, деп топшылайды ол. Ал сонда менің көргенім не сұмдық? Нұр ма, сәуле ме, от па? Егер осы үшеуінің бір болса, жерді қазып не қылам? Сәмен аз күн қалған каникулды күтті. Ондағы ойы бұл сырды ашуға алаңсыз кірісу еді. Шайтантауға сапар. Қоскөл совхозының тұрған жері айналасы тау, сай саласы алқап. Совхоздың ортасынан тау өзені шымбұлақ ағады. Суы онша мол болмағанмен арнасы кең әрі ағынды. Сондықтан да үнемі ақ көбік болып мөңкіп жататын әдеті бар. Сәмен осы бір табиғатты тентек өзенді айнала қоршаған тауларды өте жақсы көруші еді. Ол шықпаған биік, ол барып қайтпаған үңгір бұл маңайда жоқ деп айтуға болады. Бірақ ел аузынан естіген сиқырлы Шайтантауға бір барып қайту оның көкейіндегі ең зор арманның бірі. Шайтантау барып келе қоятын жақын жерде емес. Сондықтан да оған көлікпен немесе басында қонып қайтатындай болып, 2-3 күнге ерулеп шығу керек. Әйтеуір бір барармын деп жүрген Сәменді көшпелі алтынмен байланысты соңғы оқиға мүлдем желіктіріп жіберді. Бару керек, жылдан бару керек, деп шешті ол. Тағатсыз күткен каникулда келіп жетті. Сәмен көп қарайламай саяхатқа сапар шегуге бекінді. Бұл туралы ең жақын жолдасы Қажытайға ғана бір жол сыр шертіп көрді. Ол, ойбай, менде ала кет деп жік жапар боп жабыса кетті. Сәменге керегі де осы еді. Ешкімге білдірмей жасырын баруға екеуі уәделесіп те қойған. Сапарға Сәмен мен Қажытай 2 күн қамданды. Үй іштеріне, басқа да жолдас шораларына еш сыр білдірмей жүріп, 2-3 күндік азықтарын жинады. Оны ауыл сыртындағы бір жақпар тасқа апарып қойды. Мектеп лабораториясынан үлкейткіш шыны, компас сұрап алды. Оның үстіне екеуі 2 мылтық сайлады. Міне, жол жүрер мезгіл де туды. Үй іштеріне олар мал отарындағы Сәменнің ағасының үйіне қонаққа барып қайтпақшы болғандарын айтты. Шайтантау қойнауы елсіз, күнсіз, ен шатқал. Малшылар да қонып көрген емес. Етегі қып-қызыл қорым тас. Ал оның шырқау шыңына бұл уақытқа дейін тірі пенде аяқ басып көрмегенге ұқсайды. Жұрттың айтуынша, тек қана байларды конфискациялау тұсында қашқан пысқан ұры қарылар тығылып жүретін үлкен-үлкен үңгірлер бар дейді тау басында. Елді мекеннен әрі қашық және кісі қызығарлық дәнеңесі жоқ болғанмен бұл таудың ғажап құпия сыры
ел аузында талай аңыздар тудырған. Шайтантау деген ат бұған тегін берілмепті. Мал қарап шыққан талай жылқышылар бұл таудың басынан етегінен жарқылдаған оттар көрген. Екінші бір ғажабы, тау оншалықты биік болмаса да, бауырында бұлттар шөгіп жатады. Шайтантау балаларды меңіреуде бұйығы әрі сұсты қарсы алды. Сәске түстің күні көк жүзін сызып келіп, тауды торлаған қою қара бұлтқа еніп бара жатыр. Қабаттары әйнекше жылтыраған өткір қияжар тастары сорайып-сорайып, ала көлеңкеленіп тұр. Сәмен мен Қажытай таудың шығыс жағына келіп өрлей бастады. Беталыстары алыстан қарайып көрінген шағын үңгір. Оларды таң қалдырған бір жақтай құмдауыт етекке шыны секілді түтіктер көп екен. «Қалай деп ойлайсың, Сәмен?» деді бір кезде Қажытай. «Жартас қабатының шыныға айналуы, мынау түтіктер ненің әсерінен пайда болуы мүмкін?» Бұл сұрақ Сәменді де түртпектеп келе жатқан еді. Ол өз ойының түкпір-түкпірін қазбалап, жауап іздеумен әуре. «Мен білсем», деп бастады ол сөзін. «Бұл түтіктер жоғары температурада қызған құмнан пайда болған. Ал анау жартас...» Ол сөзін аяқтай алмай аңырап тұрып қалды. Өйткені ол кезде түнерген бұлттың арасында сатыр-сұтыр етіп сытыла түзу сызықты бір оқ атылып еді. Ол шайтан таудың шоқтығы биік жартасына келіп соғылды да, жарқ-жұрқ етіп жалаңдай әп-сәтте ғайып болды. «Көрдің бе? Шындығында мынау әйнектердің пайда болған себебі жоғары температура екен ғой. Қарашы, жаңақ найзағайдың оты қалай жалт ете қалды. Ол келіп мына тасқа соқты ғой. Негізінде найзағайдың температурасы құм мен тасты балқытатындай өте жоғары. Ол кәдімгі электр қуатынан жүздеген есе артық». Сәмен мен Қажытай жақпар тас астынан қарайып көрінген үңгірге түтілеп асты. Үнсіз жетелдете басып ұшып келеді екеуі. Айнала мүжілген қызыл тас, күйген топырақ. Жаңбыр бір тамып, екі тамып тұр. Түнерген қара бұлт от ұшқындатып қаусырмалап келе жатыр. Тау желкесінен әредік-әредік күн күркіреп қояды. Екеуі үңгірге жеткенде жауында сіркіреп жауа бастады. Айнала төңіректі бұлт басып кетті. Үңгір таудың нақ ұшар басы болмағанмен, ең биік найза тастың ег асты түбінде екен. Үңгірге аттап кірместен бұрын алдымен келе жатқан Сәмен мылтығын оңтайлап, қолына алып алды. Кім білсін, бұл таудың әзірге бәрі де құпия сыр ғой. Қалай дегенмен мылтық көңілге медеу, әрі айбат сияқты. Үңгірдің кіре беріс аусы еңселі, әрі жарық екен. Бірақ ар жағы түпсіз тұңғиық сияқты, қап-қара. Арттан найзағайлы бұлтпен жаңбыр қуған екеуі қараңғы үңгірді көріп алғашында сезіктенген кейіпте біраз кібіртіктеп қалды. Бірақ көп тоқтап тұрған жоқ. Үңгірдің аузында жоғарыдан салбырап тұрған қызыл тасты паналап отыра кетті. Жаңбыр сол кезде бір-екі рет сатырлатып төгіп жіберді де кенет басыла қалды. Бұл тап төбеден күркірей бастады. Аспан аунақшып, тау сілкінгендей естіледі. Жарқыраған найзағай біресе неше тарам болып сатырлап, кейде оқша атыла зуылдап, көктің жүзін айғыш-ұйғыш тілгілеп, ойранын салып жүр. Бірақ бір ғажабы осы құбылыстың бәрі тек Шайтантаудың үстінде ғана сияқты. Нақ өші бардай жан таласа арпалысады. Кенет күннің күркіреп кеткені соншалық, үңгір үстіндегі жартас қақ жарылғандай жаңғырып, тау ышқынып қозғалғандай болды. Сәмен Қажытай жаққа қарап еді, еріксіз шошып кетті. Оның қап-қара қайратты шаштары тікенекше көтеріліп, жасыл от лаулап тұр екен. Бұған қараған Қажытай да селк етті. «Сәмен, сенің басында жап-жасыл от жарқылдап тұр ғой», деді үрейленіп. Сәмен енді түсінді. Бұл таудың атмосферасы аса күшті электрленген ғой. Ол өзінен өзі тоңазып қалтырап барады. Аузына темірдің таты сезілгендей, құлағы шу. Көз алдында дөңгеленіп кемпірқосақ оттары жылтырап өтіп жатыр. Сәмен мен Қажытай еріксіз бұға қалды. Шайтантаудың тапшысын қуырып жіберген сол бір долы табиғаттың ашуы осы бізге келмеді ме екен деген ой сол сәтте екеуіне де оралып еді.
Табиғат қанша долданғанымен олар мылтықтарын құшақтап бүрісіп отыра берді. Мұрындарына жүрек айнытар қоңырсыған, күйген иіс келіп отыр олардың. Сәменнің иығына басын сүйеп отырған Қажытай әуелі қиялдап та отыр. Бәлкім осы таудың асты түп түгел алтын шығар. Ал мына үңгір соның есігі болуы мүмкін ғой. Ол көзін жұмып, жасыл нұр ойнаған үңгірдің ішін елестете бастады. Көз алдына бейне бір жаны бар алтынға толы ін келді. Үлкендігі аттың басындай созылып, аунақшып, дөңбекшіп жатыр олар. Қозғалып, жыбырлап, жорғалап жүр. Кейбіреулері тыныш жатыр. Қалықтай ұшып, ін арқылы сыртқа шығып, қайта кіріп жүрген қызық жәндіктер іспетті. Кенет бүйірінен Сәмен түртіп қалды. Қажытай-ау, Қажытай, ананы қарашы, ана сұмдықты қара, деді ол. Қажытай көзін ашып жіберіп еді, алғашында сенбей қалды. Қараса, бағана өздері жүріп кеткен жазықта үңгірден 200 метрдей жерде тастардан 1 метрдей көтеріліп, қызыл-жасыл от кетіп бара жатыр. Жаңағы елеспе деп қалған Қажытай көзін уқалап жіберіп, қайта қарап еді. Жоқ, елес емес, нағыз от көшіп бара жатыр оның алдында. Көшпелі алтын, деп айқайлап жіберді ол. Сәмен оның аузын баса қалды. Тыс, үніңді шығарма, үркітіп аларсың. Сол кезде балалар отырған үңгірдің үстіндегі жартас тағы да сатыр-сұтыр ете қалды. Найзағай түскендегі дыбыс естіліп, олар қарап отырған жақта екінші бір от пайда болды. Екеуі демін ішінен алып, айран асыр болып отыр. Әдегенше болған жоқ. Түсініксіз гүрсіл қайта-қайталап, үшінші, содан кейін төртінші от пайда болды. Бәрі де бір бағытта және бір келгі қашықтықта сән түзеп кетіп барады. Қандай керемет, қандай сұлу көрініс, бірақ мұнысы қалай, деп ойлады Сәмен. Найзағайдың разрядталуы, яғни бойындағы зарядын тарқатуы бұлт пен бұлт арасында, немесе бұлт пен жердегі бір зат арасында болушы еді ғой. Жартастың разрядталуы деген не сұмдық? Ол бағанадан бері болып жатқан жайды өзінше сарапқа салып, бір шама түсініп отыр еді. Ал мына жақтай оны мүлдем шатыстырып жіберді. Ол өзінің найзағай электр туралы тиіп қашты оқиғаларын жанталаса есіне түсіріп отыр. Алайда мына жұмбаққа жауап таба алатын емес. Көшпелі алтындар көз алдарынан жалт-жұлт етіп көлденеңдеп өтіп барады. Беталыстары кішігірім бір дөңбек тас. Олар жүріп өткен 4-5 минут уақыт бұл екеуіне тым ұзақ болып көрінді. Шұбар дөңбек тасқа таяй бере алтын шытыр-шытыр етіп барды да лап етіп жарылды. Кейінгілері оның ізінше байыппен қалықтап жүріп келеді. Бірақ ешқайсысы да сұр тастан асқан жоқ. Бәрі де лап етіп жарылып, сөніп жоғалды. Үңгірдегі сыр. Бұл көрініс Сәменге қатты ой салды. Адамның қатысуынсыз мүмкін бе осылай болуы? Егер мүмкін болмаса, мынау не? Табиғатта осындай құбылыстар болып жататын бәлкім адам баласы біздің ғалымдар білмейтін шығар. Олар қиял тербеткен осындай ойлардан, алған әсерден серпіліп үлгергенше болған жоқ, кенеттен екінші бұдан да үрейлі бір оқиғаға душар болды. Екеуі бір-біріне қарасып орындарынан тұра бергенде, үңгірдің ішінен гүрілдеген адам сөйлегендей дыбыс естілді. Сәмен мен Қажытай құлақтарын түрісіп, шошынып тұра қалысты. Сол кезде үңгірдің түкпір жағында тұрған дәу жалпақ тас шалқайып ашылды да, жұпыны киінген бір адам шыға келді. Қолында көтеріп алған шағын темір жәшігі бар. Үстінде конетоз комбинезон, басы жалаң бас. Селтиген сары шаштары үрпиіп бұйраланып тұр. Шегір көздерінде аса таңғалғандық белгісі бар. Балалар тіл ауыздарынан айырылып аңырып қалыпты. 2 секунд үнсіздіктен кейін әлгі адам сәл-пәл қызарып кетті де, таза орыс тілінде сөйлеп қоя берді. Бұл не сұмдық, қайдан келдіңдер? Жерден шықтыңдар ма, көктен түстіңдер ме? Кімсіңдер сендер? Сәмен үндемей тесірейіп тұр. Қажытай оның құлағына сыбыр ете қалды. Мен білсем, тағы осы шпион. Ол осылай деді де шегіншектеп барып мылтығын көтеріп алды. Адам күліп жіберді. Тұра тұр балақай. Меніңше бар ғой, дәл қазір кімнің шпион екенін белгісіз. Шындығына келсек, шпион мынау өздеріңсіңдер. Бұл сынақ полигоны. Рұқсатсыз келу нағыз қылмыс. Сондықтан мен сендерді тұтқынға алам. Ол осыны айтты да,
керегедегі бір тастан телефон трубкасын жұлып алды. Түсі суық. Балалар бір жағы қорқып, бір жағы өз адамымыз деп қуанып тұр. Алло, мен НП3-тен сөйлеп тұрмын. Сералы Айтеевич бе? Кешірім өтінемін сізден. Мен Галуза ғой. Мына НП3-те сіздің бір-екі туысыңыз келіп тұр. Қалай деп бұйырасыз? Жаңағы сынақ кезінде үңгір алдында болыпты. Батырларың жаман қорыққан ғой деймін. Не істейін бұлармен? Трубкадан анық дауыс естіле бастады. Қайдағы туыс, қазір қалжыңдасатын уақыт емес қой, деді біреу ар жағынан. Галуза шын екен, бір-екі бала келіп тұрғанын айтты. Онда тез ішке кіргіз. Галуза трубканы орнына қойды да балаларға бұрылды. Ал достар, бұл орын маған ғана тиесілі орын. Менен басқаның онда тұруға қақысы жоқ. Дереу ішке кіріңдер, деді. Сәмен мен Қажытай дәу қара тастан аттап ішке кіргенде ғажайып кең залға тап болды. Залдың керегелері кесек-кесек қызыл тас. Төбе жақтан да сорайып тастар шығып тұр. Олар бұл залдың бұрын үңгір болғанын аңғартқандай. Дегенмен қатпар-қатпар керегенің арасынан шоқ-шоқ болып ақшыл түсті жанып тұрған сан алуан неондық шамдар үңгір үшін ерекше нұрға бөлеп тұрған сияқты. Залдың табанында қызыл тастан текшеленіп қаланыпты. Бірнеше кішкене ісігі бар айқыш-ұйқыш труба орнаған түрлі шкаласы, телевизиялық экрандары бар зор аппарат тұр. Аппараттан төбеге қарап екі труба кетіпті. Сол жақта және төрде өзара жалғасқан ұсақ-ұсақ кабиналар тұр. Бір кабина қызыл от шашып лап-лап етеді. Залда ешкім жоқ. Күн күркіреп жауын жауған, қатерлі найзағай ойнаған, елсіз тау-ішінен кез болған бұл үңгірге екеуі бірдей таң. Сол кезде оң жақ бұрышта тұрған үлкен қызыл тас жөңкөрле қозғалды да ар жағынан жарық бөлме көрінді. Ішінде көк киімді екі адам отыр. Екеуінің бірі қазақшалап, «Қонақтар төрлетіңдер, келіңдер мұнда», деді. Аң-таң болған балалар аяқтарын сүйретіп басып шағын тас бөлмеге енді. Бөлме іші лабораториядан гөрі демалыс кабинеті сияқты. Төр алдында аласа төртбақ қара стол, екі жағы диван, оң жақ тас керешеде үлкен телеэкран көрінеді. Ауыр жасыл шашақтар бар перде түрулі. Үйдегі барлық заттар осы бір үңгір ішіндегі қызыл тасқа үйлесіп тұрғандай. Бөлме ішінде қызылды жасылды күңгірт сәуле тұнып тұр. Тас кереге мұқият қашалған. Тек әр жерінен сүйкімді формалы тастар шығарып, нақыштап қойыпты. Кейбіреуі орындық, енді бірі табиғи кітап сөресі. Ішінен түрлі мұқабалы 10 шақты кітап шалынды көзге. Бір жақ бұрышта тастан үңгіп жасаған зор шам тұр. Алдарында биік дөңгелек стол. Жарық дәл столдың үстіне шұқшиған. Столда әлдеқандай іс-қималар, ұшы шығарулы қарындаштар. Бөлменің табаны кәдімгі тас паркет. Үлкен столдың оң жағын ала аппақ металдан істелген жіңішке труба төмен қарай кетіпті. Шамасы астында подвал бар сияқты. Үңіреген, бірақ сұлу ойылған тесіктен көкшіл түсті нұр шыққандай. Анда-санда жарқ етіп бұрқылдап жоғары шығып жатыр. Бірақ бу емес, түтін емес. Дүниеде барлық бояудан құралған өзгермелі сәуле сияқты көрінеді. Сәмен мен Қажытай қаққан қазықтай қамалып, табалдырықтан аттай бере тұрып қалды. Еріксіз бөлме ішін шолады. Алдарында отырған екі адамға қарайды. Қазақ өзін Сералы Айтеевпін деп қасындағысын Борис Михайлович Бежев деп таныстырды. Айтеев жасы 30-ар шамасына келген ұзын бойлы қараторы адам екен. Қайратты қара шашын спортшыларша шолақ алдырыпты да бір жағына қарай тарап қойыпты. Мұрны қоңқақ, көзі қысықтау біткен. Бір қараған адам бет-аузы үсіп тұрма деп қалардай. Үстіне киген көк резина комбинезоны дене мүсінін айрықша сұлу етіп тұр. Бір әдеті алдында отырған адамға бір көзін сығырайтып күлімдеп сөйлейді екен. Бежев орта бойлы арықтау, ақсары адам, көз үлкен, селдір майда шаш төбесіне жабысып, кең ақ маңдайын өте ерекшелеп тұр. Мұрны сүйір, ерні жұқа. Кісімен сөйлескенде кірпік қақпай тесірейе қарап отырады екен. Сәмен мен Қажытай алғаш кірпік қақпай тесірейе қараған осы көзінен тайсалып шошып та қалып еді. Балалар жайласып отырғаннан кейін Айтеев жөн сұрай бастады.
Екеуі әлгінде ғана пікір алысып бір нәрсеге келісе алмаған адамдай тұнжыраңқы отыр. Әйтсе де есіктен кірген екі ұяң балаға қызықтай еркелете қарағандай. Сәмен оларға өзінің от көрген, көшпелі алтын туралы ел аузындағы аңызды баяндап берді. Шайтантауға келгендегі мақсатымыз осы сырды ашу деп түйді ол ең ақырында. Әйтиев пен Бежев күлімсірей отырып үлкен ынтамен тыңдады. Бежев басын шайқап таң қалғандай кейіпте. Ал Әйтиев тағы да айта түссе деп отырғандай. «Я, содан кейін, я, ал келіңдер, содан кейін алтын іздеңдер» деп күле береді Әйтиев. «Бұл бір қызық нәрсе екен» деді Бежев. «Аңыздың өзі де кісі ойландыратындай. Болған оқиға екенде даусыз сияқты. Сендердің көріп қуғындап келгендерің расында да көшпелі алтын» деді ол көзін қысып қалып. Сәмен мен Қажытай екеуіне кезек қарап ойлары енді үйрене бастады. Сәмен суырылып алға шықты да: «Біз осы жөнде көбірек білгіміз келеді. Бізге ұрыспайсыздар ма?» деді. Мұны естіген Бежев орнынан тұрды да Әйтиевтің оң жақ иығына қолын салып күле сөйледі. «Біз екеуміз жақсы ғылыми талас үстінде отыр едік. Оның әрине маңызы үлкен. Бірақ мына қонақтардың ойда жоқта келіп қалуы да біз үшін және олар үшін де маңызы зор ғой. Енді сен уақытыңды бөл, балаларға бәрін түсіндір. Кім білсін, бір кездерде бұлардан дарынды физиктер шығар бәлкім». Әрине, Борис Михайлович. Менің есіме өзімнің осылай бір тау кезіп кеткені түсіп отыр. Сіз онда төменге өзіңіз бара беріңіз, деді Әйтиев. Бежев балалар тағы да жайдар жүзімен шолып өтті де басын изеп ілтипат көрсетті. Өзі ақ күміс трубадан ұстап подвалға түсіп кетті. Төмен түсе бергенде балалар байқап қалды. Ол жасыл нұрға оранып, костюмі құбылып кеткен еді. Мына адам физика-математика ғылымының докторы Борис Михайлович Бежев. Ол бұл лабораторияда Москвадан келіп істеп жатыр. Ал мен Алматыдамын. Екеуміздің де мамандығымыз атмосфералық электр төңірегінде, деп таныстырып өтті Әйтиев. Сендер атмосфералық электрдің биік таулық лабораториясында отырсыңдар. Ал енді әңгімеге кіріселік. Ол Сәмен мен Қажытайды көк жасыл диванға отырғызды да өзі тас орындыққа отырды. «Сендердің тауда көргендерің әрине көшпелі алтын емес. Оның сырын осы тауға келгеннен кейін-ақ түсінген боларсыңдар», деді Әйтиев. «Ол кәдімгі найзағайдың бір түрі. Оны орысша шаровая молния дейді. Біз мына өзіміз отырған биік таулық лабораторияда жұмбақ сыры көпке дейін белгісіз болып келген осы көшпелі найзағайдың бірнеше түрі бар екен. Электр туралы оның оң және сол зарядтардың бар екендігін және олардың бірін-бірі тарту, тебу қасиеттері жөнінде өздерің білесіңдер. Найзағайдың табиғаты атмосфералық электрде жатыр. Өзіміз күнде аяғымызбен басып жүрген жер және оны қоршаған атмосферада электрдің адам игілігіне жаратылмаған орасан зор қазынасы бар. Оның өзінде жердің үстіңгі қабатының көпшілік бөлігі сол зарядпен зарядталған. Өздеріңе мәлім, найзағай қарама-қарсы зарядтардың арасында ғана болады. Ол үшін жерден биік оң зарядталған дене болуы қажет қой. Оның рөлін кәдімгі жауын бұлты атқарады. Ауа үйкелісінің әсерінен бойына оң заряд жинаған бұлт онысы шекті мөлшерден асып кетсе, жердегі қарама-қарсы заряды бар бір затқа қарсы зарядтардың бірін-бірі тарту заңдылығы бойынша өз бойындағы жиған тергенін таратып береді екен. Ал ауа өзі тұрған жағдайында электр тоғын өткізбейді емес пе? Міне, осы кезде атыс басталады. Бұлт өзінің зарядын шоқтап, алыстан ұшқын атқызып жеткізеді. Мұны бұлттың разрядталуы дейді. Разрядталу кезінде найзағайдың оты көрінеді. Шар найзағай міне осы разрядталу кезінде электрленген ауада кейбір жағдайларда ғана пайда болады. Бұдан кейін Әйтиев балаларды залға шақырды. Зал тебіреніп, гүрілдеп, ерекше болып тұр екен. Олар дәу аппараттың жанына келді. «Мынау», дейді ол балаларға, совет техникасының ең соңғы табыстарының бірі молния 6 аппараты. Бұл аппараттың найзағай зарядтарын жасайтын және оны өз бойында шоғырлап ұстап тұрып, табиғи түрде атмосферада пайда болған зарядтарға күшті әсер ете алатын қабілеті бар. Бұл мәселен осы маңдағы атмосферада пайда болған электр зарядтарын тарта алады, яғни бейне бір жай тартқыш рөлін атқара алады. Аппараттың өзінің ішінде де қарсы мәндес зарядтар бар.
Олар өз потенциалын бейне бір сағат маятнигі сияқты аударып төңкеріп ұстап тұрады, разрядталмайды. Сендер атом туралы біраз білетін шығарсыңдар, деді Әйтиев балаларға қарап. Мәселен, әрбір атомның электрондық қабаты ядросы болады. Электрондар сол зарядты да, ядро оң зарядты. Мұның өзінде ядроны құрайтын протондардың да өңшең оң зарядты екені белгілі. Бірақ олар бірін-бірі теуіп кетпей қалай тұр. Міне, осы ғылым алдында тұрған бір проблема еді. Бұл ғылыми жұмбақ осы электр зарядтарының кейбір қасиеттерінде болып шықты. Біздің лабораторияда осы жұмбақ сырдың ең негізгісі ашылды. Сол себепті де біз молния аппаратын құра алдық. Бұл аппараттен жай тарту үшін біз алдымен найзағайлы бұлттардың заряд мөлшерін есептейміз. Олардың жиналып шоғырлануына әсер етеміз. Атмосфераға шоғырланған қуатты зарядтарды осы аппарат арқылы алыстан жетелеп тек мынау сендер отырған тауға келіп разрядталатын етеміз. Біздің мына трубаларға қараңдар. Бұл трубалармен арнаулы компрессорлар арқылы келетін ыстық, суық ауалар, буға айналған су жүреді. Ауа бұл машинаның ішінде өте күшті ағыстарға түсіп, атмосферадағыдай үйкеліс жасайды, электр зарядын тудырады. Біз ол зарядтарды ауамен қосып аспанға шығарамыз. Қолдан найзағайлы бұлт жасаймыз. Бұлттарды басқара аламыз. Ауа таудың бір жақ бүйірінен келіп кіріп, екінші жақ бүйірінен зарядталып аспанға көтеріледі. Күн сайын өтетін ауа көлемінде есеп жоқ шығар. Әйтиев балаларды залдың ең бір түкпіріне алып келді. Түкпірде жалтыраған екі тас аппарат тұр. Аралары 50-60 қадамдай. Мынау, деді ол біреуін көрсетіп. Аспандағы бұлт, ал анау жердегі бір зат деп біліңдер. Қазір осы екі аппарат арасында разрядталу процесі жүреді. Әйтиев орта тұстағы кнопкалы қалқанға таяп келді де бір түймені басып қалды. Сол сәтте труба ішінен гуілдеген дыбыс естілді. Мен, деді Әйтиев, анау аппаратқа оң зарядты ауа жіберіп жатырмын. Қазір заряды шекті мөлшерден асқан соң, ол келесі қарсы заряды бар аппаратқа разрядталуы тиіс. Сәмен мен Қажытай Әйтиевке тығылды. Бір кезде гуіл тоқтады. Бірінші аппараттың орта тұсынан жылтылдап от көрінді де сатыр-сұтыр гуілдеп кәдімгі найзағай оты атылды. Балалар таңғалып тамашалап қалған. Әйтиев екінші кнопканы басты. Бірақ алғашқыдай емес, ерекше. Сатыр-сұтыр етіп атылғанда түзу сызықтың найзағай отынан жұдырықтай бір от жұмырланып келіп домаланып түсті. Құлағанмен ол жерге жеткен жоқ. Қалықтап ұшып тұрып қалды да бір кезде Әйтиевке қарай жүрді. Сәмен мен Қажытай үрейлене қарап әрең тұр. От қалықтап 10 метрдей жақын келді де бірте-бірте көмескіленіп барып ауаға тарап кетті. Бұл өздерін көрген көшпелі алтынның ең оңай жасалатын түрі. Оның сиқыр дәнеңесі жоқ. Бар болғаны ол энергиямен зарядталған кәдімгі ауа ғана. Түзу сызықтың найзағайдың зарядталуы кезінде ауаның бір кішкентай көлемінде иондану және диссоциациялану процесі жүреді. Диссоциация процесі кезінде ауа молекулалары жеке атомдарға ыдырайды. Ал иондану кезінде нейтрал атомдар өз бойына электр зарядын ала алады екен. Бұл екі процестің үздіксіз жасалып, бойында қуат сақтап тұру үшін өте мол энергия керек. Мұндай көшпелі найзағайдың осы лабораторияда жасалған қуатты түрі де бар. Ол найзағай ауада пайда болған кезінде көп өмір сүреді. Ішкі атомды ыдырауға түсіп, мол энергия бөледі. Оны әуелі табиғаттың өзі тудырған шағын атом бомбасы деуге де болады. Әйтиев балаларды кабинетке алып келді. Бет әлпеті алқалай ештеңе ұқтыңдар ма деп тұрған Сәмен мен Қажытай кабинетке өте риза болған кейіпте мәз болып кірген. Екеуінің жүріс-тұрысы батыл. Енді кабинеттің бұрыш-бұрышын аралап еркін жүр. Әйтиев жаңа ғана айтылған біраз ғылыми деректерді өздерінше қорытып түсінсін деді ме, балаларды қалдырып тысқа шығып кетті. Мен қазір келемін, сендер сөйлесіп отыра беріңдер, деді ол. Балалар біраз уақыт тым-тырыс отырды. Тек бір-біріне қарап күлім қағады. Көрдің бе, деді Сәмен Қажытайға. Алтын іздейміз деп жүріп, мынадай тамаша лабораторияға душар болдық. Бәсе, өзімде ойлап едім, қанша болды екен бұлардың келгеніне. Менің ойымша, деді Қажытай, мынадай лабораторияны салуға және жұмыс істеуге 4-5 жыл керек шығар. Пәлі деген, біздің ғылым үшін лаборатория құру қиын болып па? Көшіп келеді де орныға салады, деді Сәмен. Екеуі төр алдында тұрған экранға қарады. Не болды екен?
Мүмкін осы телеэкран арқылы көшпелі найзағайдың жүріс-тұрысын көріп отыратын шығар. Сәмен қара көздер ой жіберіп Қажытайға қарай қалды. Қызық, менің ойыма бір тамаша идея келіп кетті. Мұндайда Архимед болса ғой, Еврика деп тұра жөнелер еді. Сен осы Тунгус тайгасында 1908 жыл болған апатты білесің бе? Ғалымдар соның сырын әлі аша алмай жүр ғой. Сәмен өзін-өзі үлкен ғалымдарға ұқсатып, дауысын қоңырлата сөйледі. Қажытай оның бұл мінезін ұнататынды. Тесіле қарап құлағын түріп қалды. Мәселен, кейбір ғалымдар оны аспаннан түскен метеорит дейді, ал Казанцев, Ляпунов сияқты фантастар оны космосаралық кемеге де жорыды. Ол тайгаға сан мәрте экспедицияға да шықты. Мәселен, бірнеше экспедицияның бастығы болған Кулик тайгаға түскен метеорит деп дәлелдемек болған. Енді біреулер ол апатты жердің құйрықты жұлдызбен, яғни кометамен соқтығысуы дейді. Біреулер соңғы кезде оны мұз метеорит деп те жүр. Сәмен жүріп барды да Әйтиевтің орындығына отырды. Өзі үндемей Қажытайдан бірдеме күткен адамша көзін сығырайтып үнсіз қалды. Сонда не, сенің ойыңша мұның бәрі дәлелденбеген гипотезада ол басқа бір зат болғаны ғой, деді Қажытай. Міне, менің ойым да осы. Ойлауымша сол Тунгус тайгасының өзі тудырған атом бомбасының жарылысы болған. Мүмкін сол осы қазір біз көрген көшпелі найзағайдың үлкен түрі шығар. Я, дейді-ақ екенсің. Көшпелі найзағай жаңа өзіміз көргендей болса, ол бар болған газ ғана емес пе? Ал Тунгус үстінде түскен зат қозғалып, ерен жылдамдықпен ұшып жүрген. Әуелі оның Тунгусияға түсердің алдында жерде 2-3 рет айналған бір француз астрономы көрген дейді ғой. Сәмен берілгісі келмеді. Несі бар олай болса? Мен тек найзағайдың өзі деп тұрған жоқпын ғой. Шындығында ол мұз болуы мүмкін. Жер атмосферасына келіп киліккен кезде күшті үйкелістің әсерінен ол жанып газға айналған. Оның бойында термоядролық реакция жүрген. Тайга үстіне келгенде ол жарылған. Бұл құбылыс міне осы көшпелі найзағайдың сырына өте ұқсас. Сәмен дәлелмен жеңдім бе деген адамша орнынан тұрып қоқиланып қойды. Осы кезде даладан Әйтиев кірді. Балалар ерегістерін тоқтатып оның аузына қарады. Сәмен енді өзінің ойлары жөнінде ақылдасқысы келді. Ол сұрақты алыстан орағытты. Ағай, сіздердің осы ғылыми жұмыстарыңыз қандай нәтиже, қандай пайда береді елімізге, деді ол. Өте дұрыс сұрақ. Әйтиев көзін қысып жымиды да диванға қайта отырды. Ғылымға беретін бірінші пайдамыз әрине адам еркінен тыс табиғатта пайда болып жататын орасан ол электр қуатын кәдеге жарату. Екінші, найзағайға бұлттарға құрық салып, оны адамның дегеніне жүргізу. Үшіншісі, көшпелі найзағайдың қуатын пайдалану. Өздерің көрген жаңа оттың температурасы алғаш пайда болғанда 5000 градусқа жуық болды. Осындай найзағайлар жарылғанда оның жарылу күші кәдімгі мылтық дәрісінің күшінен 50-60 есе артық. Ішкі атомдық ыдырауға түсетін найзағайдың қуаты бұдан 100 есе мол. Қаншама қуат, қандай тегеурін жатыр десеңші оның бойында. Кәне, қалай? Бұларды оп-оңай қолдан жасасақ, оның қуаты бізге үлкен пайда бермей ме? Тағы бір қызықты жағдай, жер бетіндегі электр зарядтарының ионданған ауамен әсерлесуі. Мұның да кейбір сырлары ашылуға жақын. Ол кезде біз электр тогын бір жерден екінші жерге сымсыз жеткізудің мүмкіндіктерін табамыз. Тағы бір сұрақ, деді енді сөзге Қажытай араласып. Қалай деп ойлайсыз? Осы көшпелі алтын туралы аңызда негіз бар ма, жоқ па? Әйтиев көзін қысып тағы күлімдеп кетті. Әрине алтын көшпейді, бірақ аңызда негіз бар. Мәселен, бізден бұрында басында найзағай ойнап келген Шайтантау осы бір жақпар тастар темір рудалар кварциттен тұрады екен. Ал алтын кварцитті кендерде болады ғой. Біз зерттеп қарап едік, таудың астынан көп алтын таптық. Бұл алтынға бізді нұсқаған найзағай. Сонымен бірге аңыздағы жігіттің де алтын табуы мүмкін. Бәлкім ол ішкі магмадан теуіп үстіңгі қабатқа дейін ағып келген магнетитті өзекшеге, жилаға тап болған шығар. Кейде ондай өзектерде де алтын кездеседі. Магнит өрісінің әсерінен көшпелі найзағай мүмкін сол жерде разрядталған шығар. Жігіт қазып жіберіп бұрыннан жатқан алтынға тап болған ғой. Жаңа мына Сәмен Тунгус апатында осы найзағай негізінде туған атомдық жарылыс деп қалды. Оған сіз қалай қарар едіңіз? Деді Қажытай Әйтиев бола бергенде. Қалай деуге болады мұны?
ол жерде атомдық жарылыс болғаны айқын, және найзағай негізінде де болуы ғажап емес. Найзағай дегеніміз зарядтар тебісі, тартысы болса, солай болмағанда қалай болады? Әйтейіп Сәменге қарады. Сен өзің көп оқып әуелік гипотеза ұсынғандай түрің бар ғой, азамат. Екеуің де азаматсың. Әрдайым міне осылай ойлап қиялдап жүрген жақсы болады. Сендердің бұл лабораторияға келіп қонақ болғандарыңа біз өте қуаныштымыз. Менің айтқан әңгімелерін далаға кетпеген сияқты. Сол кезде есік ашылып, бөлмеге Галузо енді. Жолдас Әйтейіп, машина келіп тұр. Балаларды қайтару керек шығар, деді. Сәмен мен Қажытай көп қарайлаған жоқ. Лаборатория тұрғындармен жылы қоштасып тез жүріп кетті. Жүрдек газ 69 жүйткей жөнелді. Артта бұлтқа оранған найза тасты Шайтантау қол бұлғап қала берді. Шайтантау бұлыңғырланып алыстан ұзай бергенмен, Сәменнің басындағы қиял қайта толысып, өрісі кеңей бергендей. Оның басына көшпелі найзағай туралы нақтылы әрі берік тұжырым орнап қалғанды. Я, көшпелі найзағай тектен-тек пайда болмайды. Оның негізі оны тудыратын миллиондаған метеорит түйіршіктер. Олар болмаса көшпелі найзағай да тумайды. Не себепті осы көшпелі найзағайлар Сібір жақта көп? Жердің экваториялық немесе азиялық бөліктерінде ол өте сирек кездеседі. Оның да жауабы бар. Өйткені жердің өзін-өзі айналу жағдайына қарай атмосфераның қозғалысы әртүрлі ғой. Жердің қушық жағында атмосфера көп қозғалады, қою болады. Сол себепті де ауамен ілесіп, ол жаққа метеорит көп жауады. Сәмен өз қиялынан өз тамаша қуанышқа бөленгенде үлкен ләззат алды. Осы кезде арт жақтан гүрс-гүрс жарылыстар естілді. Балалар машинаның терезесіне таласа бастарын соғып, тағы да сол ғажап көріністің куәсі болды. Көшпелі алтындар бірінен соң бірі қаздай тізіліп, үлкен жартасты беттеп барады екен. Алдыңғылар тасқа жете бергенде сатыр-күтір дыбыс естілді де, сол маңай түгел қопарылып түсті. Бұлар тауды үңгіп жол салып жатқан құрылысшы, көшпелі алтындар болатын.